Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін 30 жылдығын мерекелі аясында Покров ауылдық кітапханасы қазақтың тұсаукесер салт дәстүрі туралы бейне журнал ұсынады. Тұсаукесу бала тәй-тәй басқанда жасалатын думанды дәстүр. Ел арасында тұсау кесілмеген бала көп сүрінеді, жығылады деген наным бар. Тұсау кесу дәстүр қыз балаға да, ұл балаға да жасалады. Бала жүре бастаған кезде кішігірім той жасап тұсау кеседі. Тойға келген тұсау кесер тойына сыйлықтарымен, шашулармен келеді. Дастархан жайылып, көрші қоландар, әйелдер, қыз келіншектер жиналады. Тұсау кесетін баланың аяғына байлайтын жіпті тұсау кесер әйел дайындап алып келеді. Ал тұсау кесетін әйелді баланың әке-шешесі таңдайды. Беделді, жасы үлкен, балалы шағалы әйелге жүктейді. Ол әйел шамасына қарай бағалы сыйлық береді. Тұсау кесуші көпшіліктің алдында даярлаған сыйлықтарын беріп, жүйрік бол шауып кет деп тілектерін айтып отырып, баланың аяғына байланған тұсау кесіп жібереді. Тұсау кесілген соң сәбиді екі адам екі қолына ұстап, ортаға алып шығып тез-тез жүргізеді. Осы кезде тұсау кесер жыры айтылады. Кітапханада салт дәстүрмен әдет-ғұрыптар туралы кітап көп. Біз сіздерді кітапханада күтеміз.